Эксперт клубының кезекті отырысында самұрық қазына компаниялар тобындағы трансформацияның жүзеге асырылу барысы мен түйткілді тұстары талқыланды. Журналистер ауқымды бағдарлама аясында қызметі қысқарған мамандардың тағдырына қатысты сауал жолдады. Мәселен, пошталық сұрыптау орталығында бүгінде 700 адам еңбек етсе, жұмыс автоматтандырылғанда адам саны азаятыны түсінікті. Например, я ездил сам в Ботокаринск, по-моему, районное управление почтовой связи. Мысалы, мен өзім Ботоғар аудандық пошта басқармасына бардым. Бір бөлімде 3 бухгалтер отыр. Бірі еңбекақыны есептейді, екіншісі мүлікті түгендейді, тағысын тағылар. Болашақта осы жұмыстың бәрі орталықтандырылатынын айттым. Автоматтандырамыз деп түсіндірдім. Олар алдымен пошташын қуанды. Сосын барып, онда мен не істеймін деп сұрады. Мен сіз оператор болыңыз дедім. Алдағы уақытта ауыл аймақтардағы пошта бөлімдерінің қызмет аясы кеңейді. Оған сырттан іздемей, босаған өз мамандарымызды қайта баулуға тырысамыз деді Бағдат Мусин. Расында биыл поштамен жолданған сәлемдемелер саны 20% артты. Электронды коммерция мен интернет дүкендер санының ұлғаюы қосымша қажеттілік туындатуы мүмкін. Ал Қазақтелеком компаниясы қызметкерлердің нақты еңбегіне сай ақы төлеу жүйесін жетілдірмек. Если капитал, там Карл Маркс нас учил всех приравнивать к труду, да, то, соответственно, трансформация... Карл Маркс бізді еңбекте бәрін теңестіру керек десе, трансформация еңбегіне сай дифференциялауға үйретеді. Менің ойымша, компанияның тиімділігі үшін бұл өте дұрыс. Қазір самұрық қазына бізге жаңа грейдтелген жалақы жүйесін ұсынып отыр. Оған сай қызметкерлердің 15% жоғары тиімді персонал, қалған 80% орташа, ал қызметкерлер санының 5% енжар саналады. Бұл әр компанияда бар. Бұл жүйе алдымен еңбек өнімділігін, ізінше компанияның тиімділігін арттырады. Қазпошта, Қазақтелеком және Эйр Астана компанияларының басшылары трансформацияның түпкі мақсаты мен межелі міндеттерін атап айтты. Мәселен, Қазақтелеком акционерлік қоғамы алдағы 5 жылда компания құнын 2,5 есеге ұлғайтуды көздеп отыр. Ал ұлттық әуе тасымалдаушысы 2018 жылға дейін әуе кемелерінің санын 40-қа жеткізіп, жаңа бағдарлар ашуды жоспарлаған.